Ал енді олардың саналарына қараңыздар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва яғбудуна мин дунилла. Алладан өзге нәрселерге ғибадат қылып жүр. Ойлаңыз. Алладан өзге нәрселерге ғибадат қылып жүр. Мына сөйлемнің өзінде үлкен нәрсе жатыр да ойланатын мысалы. Кім ол Алла? Алла Тағала Рум сүресінде айтады мысалы. Шақыру тастайды. Күллі жер бетіндегі адамзатқа. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллаху лази халақакум. Бірінші жамбасқа тастауы адамзатты Алла Тағаланың. Алла сол сендерді жаратқан. Сіз жаратылысқа қарап, бұл бір сөз жаратқан деген сөз. Алайда сіз қарасаңыз өзіңізге, қалай жаратқан сізді? Кім қайталай алады бұл жаратылысты? Кім? Сендерді жаратқан. Қандай керемет бейнеде. Күллі жаратқан нәрселерінен артықшылыққа бөлеп. Тіпті сондай күнәдан пәк Раббымыздың құзырындағы ең жақын періштелерге дейін сәжде жасаған. Құр жарату деген нәрсе емес, жаратуда үлкен мағынада жаратқан. Осы сөзбен Алла Тағала сен меніксің деп отыр. Сенің авторың менмін. Сені салған, бейнелеген, жасаған, күллі тұла бойыңды, құрылысыңды ұйымдастырған. Сен менікісің. Сол сананы тазалап отыр. Санадағы құлдық санадан құтқарып отыр. Соқыр санадан. Ол Алла сендерді жаратқан. Екінші, сүммә разақакум, сосын сендерді ризықтандырған. Бұл да бір кітапты баяндайтын сөз мысалы, ризықтандырған деген. Сіздегі денсаулық Алланың ризығы. Сіздегі тіл арқылы қаншама жұмыс бітіріп отырсыз мысалы. Саудагерлерде мысалы базарда тілі болмаса қалай өткізеді тауарын? Қандай қалаған тамағыңызды жеп жатсыз? Сол жеген тамақтар мысалы жеп жатқан. Біздікі тек ауызға салу, содан кейін адамзат сосын шығару ғой. Ол сөзде ұят жоқ. Ал бұл екі нәрсенің арасында сен не бітірдің айтшы деп отырады. Не бітірдің сен? Кім оланы асқазаныңда ұйымдастырған? Кім ризықпен жұмыс жасап отқан ішіңде? Анау шектер, асқазан, анау бауыр, анау қан, тамырлар, қанның құрамында қаншалаған нәрселерін жаратып қойған мысалы. Ауырған кезіңде күллісі жаңағындай иммунитет болып ішіңізде өзіңізде әскер жасап қойған. Жаңағы инфекцияларға қарсы көтеріліп кәдімгідей денеңіз қызып, ішіңізде қаншама жұмыстар жаратқан. Сіздің әйеліңіз Алланың берген сізге ризығы. Сіз сүйіп жүрген ол қыздарыңыз Алланың берген сізге ризығы. Сіздің кәсібіңіз ризығы. Сол кәсіптегі ақылыңызды қозғай алып, жоспарлар жасауыңыз ризығы. Осының бәрін қамтиды. Таза ауа мысалы. Ана күнге дейін сіздің ризығыңыз. Күннен қаншама нәрселер келіп жатыр сізге мысалы. Шөбіңізге де керек, малыңызға да керек, өзіңізге де керек, денсаулығыңызға мысалы. Сонда ол сендерді жаратқан. Ол сосын сендерді ризықтандырған. Сосын ешбір адамзат жоққа шығара алмайтын ақиқат бар жердің бетінде. Сүммә юмитукум. Сосын ол сендерді өлтіреді. Кім жоққа шығарады бұны? Сосын сендерді өлтіреді. Қараңыздар. Сосын өміріңіз осымен аяқталмасын деп. Мәңгі ақыретте жасасын деп. Сүммә юхикум. Сендерді қайтадан тірілтеді. Осы төрт нәрсені жер бетіндегі адамзатқа Алла Тағаланың тастаған шақыруы мына.